Қайырлы күн, мен бірінші А сынып оқушысы Бейбіт Мединаның әкесімін. Мына балаларымыздың білім жетістігіне жүргізілген стандарттан тыс ата-аналар тарапынан бағалауға қатысқан болатынбыз. Ол практиканы біз құптаймыз және де қолдаймыз. Өйткені біріншіден біз мына баламызбен мұғалімнің қарым-қатынасын көреміз. Екіншіден ана тілі, логика, жаратылыстану тағы пәндер бойынша тапсырмалар мен есептер берілді. Соны шығару нәтижесін көріп, біз баламыздың қай пәннен осал және қай пәннен озық екенін көре білдік. Бұл әрине де ертең біздің баламызбен үй жұмыс тапсырмаларын орындау кезде көмегін тигізеді. Бұл практиканы ары қарай жалғастыруды құптаймын және әр 90 сайын болса деген ниеттеміз. Астана қаласы номер 87 мектептің бірінші В сынып оқушысы Телбаев Мирастың анасы боламын. Мен өз пікірімді білдіргім келеді. Бірінші 90 мен екінші 90 соңында баланың білім жетістігін білу үшін ұйымдастырған іс-шара маған өте қатты ұнады. Мен өз баламның бірінші 90 соңындағы қандай тақырыпты меңгермені, неден қиналатындығы туралы біліп, оны екінші 90-да түзетуге тырыстым. Енді екінші 90 соңында баламның нені меңгермегені, тағы да қандай қателіктері бары, қосымша қандай жұмыс атқару керек екенін біліп, болашақта ата-ана ретінде қосымша жұмыстар жасауға мүмкіншілік алдым. Осындай ата-анамен қарым-қатынас, баламен қарым-қатынас ретінде іс-шаралар көбейе берсін. Сонда бала, ата-ана, мұғалім ретінде жұмыс істеп, баланы жоғарғы жетістікке жеткіземіз деп ойлаймын. Қайырлы күн, 87-ші мектеп гимназия ұжымы, ата-аналар және де оқушылар. Мен бірінші Ж сынып оқушысы Сағидолла Аллабергеннің анасы болып табыламын, есімім Айжан. Осы 3 күн аралықта өткен конференция бойынша жалпы балалардың білім жетістігіне жүргізілген стандарттан тыс бағалауға қатысып, өз баламның жалпы білім деңгейін анықтадым десем де болады. Бұл конференция бойынша жалпы баланың осы білім деңгейін қай бағыттан, яғни қай пәннен көтеру керек екенін, қай жерден біз қалып бара жатқанымызды барлығын көріп, бақылап, ашық түрде ойымызды ұстазымызға жеткізіп жатырмыз ата-ана ретінде. Бұл көптен көп үлкен, яғни плюс деп айтсам болады. Ата-ана ретінде оқушылардың осындай білім деңгейін анықтауға мүмкіндік бергендеріңізге көптен көп алғыс білдіремін. Сәлеметсіздер ме? Есімім Айзада. Бірінші Ж сынып оқушысы Алтынбек Мединаның анасымын. Баланың білім жетістігін, оқу деңгейін, үлгерімін анықтауға, бақылауға арналған конференция жоғары деңгейде өтті. Жалпы ата-ана, бала, мұғалім арасында қарым-қатынасты, байланысты жақсарта отырып, үйде көп жұмыс жасау керектігін түсіндірді. Қызымның қай сабақтан үлгерімінің төмен екенін білдім. Үй тапсырмасын жіті қадағалап отыру қажет. Және сынып жетекшіміз Гүлшира Қожахметқызына үлкен рахмет. Осы шараны ұйымдастырушыларға да алғысымыз шексіз. Сәлеметсіздер ме? Абай Құнанбаев атындағы номер 87-ші мектеп гимназиясының оқушысының ата-анасы ретінде өзімнің осы аптада өткен ата-аналарға арналған конференция жайлы пікірімді білдіргім келеді. Жалпы мектеп қабырғасындағы баланың сапалы білім алуына ата-ана, мектеп және оқушы осы 3 бағыттың ұйымдаса отырып жұмыс жасауы үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Және де қандай да бір себептермен болған кедергілер немесе олқылықтарды жою мақсатында осы жасалып жатқан конференция өте жақсы нәтижелі болады деп ойлаймын. Менің баламның білімін стандарттан тыс түрде бағалауы өте қатты ұнады. Қандай да бір сондай қателіктер, белгілі бір тақырыптар бойынша болып жатқан қателіктер немесе кедергілері болатын болса, мұғаліммен ұйымдаса отырып, сол білімнің сапалы болуына өзінің үлесімді қосамын деп ойлаймын.